Соғыс жылдары Самарқанд кентіндегі кәсіпорындардың құрылысшылары мен жұмысшылары майданға аттанды. Олар жауды қуып жеңіске жету үшін кетті. Олардың ішінде 1921 жылы туылған Тихонов Семен Михайлович те болды. Әскерге шақырылғанға дейін Самарқанд кентіндегі Прогресс нөмір 1 өнеркәсіптік алаңында жұмыс істеді. 1941 жылдың 15 шілдесінде Қарағанды қаласының Киров аудандық әскери комиссариатымен майданға шақырылды. Қатардағы жауынгер атағымен 125 әскери бөлімінде қызмет етті. Калинин майданында соғысты. 1942 жылдың қысынан 1943 жылдың көктеміне дейін Рыжев түбіндегі қатты шайқастар болды. Майдандағы әскерлер бірінен кейін бірі шабуыл операцияларына шығып отырды. Шайқастардың бірінде жаудың қарсы шабуылына тойтарыс бере отырып, Семен Михайлович бірінші соққыда фашистік танкті қиратты, ал үшінші соққыда неміс снайпері отырған автокөлікті жойды. Осы батырлығына ерлігі үшін медалі ұсынылды. Ржевтегі сол қанды шайқастарда ауыр жарақат алды. 1942 жылы 5 желтоқсанда ауруханада жарақаттан қайтыс болды. Калинин облысы Смолково ауылында жерленген. Теміртаудың орталық алаңында мәңгілік алау жанып тұр. Бұл жерлестеріміздің ерлігінің даңқы мен есімдерінің мәңгі өшпестігінің белгісі, еске алу алауы. Бұл алау ешқашан ұмытуға болмайтын нәрсені әр кезде есімізге салып тұрады.